7 миллион теңгені ішкі істер департаментінің мамандары өздерінің ардагерлер қорына аударды. Олар бір күндік жалақылардан қарттар күніне орай өткізіп отыр. Сонымен қатар сенбілікке де шықты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қайырымдылық сенбілігін департамент басшылығы ұйымдастырып отыр. Тергеушілер, жол патрульді полицейлер, учаскелік инспекторлар, көші-қон полициясының қызметкерлері бірнеше сағатқа жұмыс орындарын босатып, аумақты абаттандыруға шықты. Населенный пункт обеспечил благоустройство. Полицейлер көшелердегі елді мекендердегі заң бұзушылармен қарсы күресте алдыңғы қатарда әкімшілік ғимараттардың мінсіз жағдайын қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ ішкі істер органдарының қызметкерлері қала тұрғындарына үлгі болуы тиіс. Тәртіп сақшылары қалалық ішкі істер бөлімінің 1-ші және 2-ші бөлімшелері кинология қызметі орталығының аумақтарын қоқыстан тазартты. Сонымен қатар департамент бас ғимараты да абаттандырылды. Міне бүгінгі күні Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінде сенбілік тазалық өтіп жатыр. Осы сенбілік тазалықта бүкіл қызметкерлеріміз қатысуда. Осы сенбілік тазалығымыз өзімізге әрине керек. Аудандардағы барлық ішкі істер бөлімдерінің мамандары да қайырымдылық сенбілігіне шықты. Аталмыш шара қарттар күні қарсаңында ұйымдастырылды. 7 миллион теңге құраған полицейлердің бір күндік жалақылары Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің ардагерлер одағының қорына аударылды. Лаура Талипова ішкі істер баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.